Көміртек таралуы бойынша біз білетін ғаламдағы төртінші элемент. Ол сутегі, гелий және оттегіден кейінгі орынды иеленеді. Басқа ешбір элемент көміртегі секілді алуан түрлі молекулалар түзе алмайды. Сол себепті ол ең маңызды элементтердің бірі. Көміртек органикалық химияның негізі, себебі ол тіршілік ететін әрбір ағзаның бойында болады. Қарапайым түрінде өзге атомдармен байланыспаған жағдайда көміртек таңғаларлықтай әр алуан формада кездесуі мүмкін. Бұл көміртек атомдарының төрт коваленттік байланыс түзе алатындығынан. Атомдардың өзара әртүрлі байланысуы олардың қандай түрде болатынын анықтайды. Элементтердің физикалық түрленуі аллотропиялық түр өзгерістер деп аталады. Табиғатта көміртектің төрт аллотропиялық түр өзгерісі кездеседі. Графит көміртектің ең жұмсақ аллотропиялық түрі. Ол өзінен кейін із қалдыратын қара, жылтыр әрі қатты зат. Бұл графиттегі көміртек атомдарының төрт сыртқы электронның тек үшеуін ғана өзара коваленттік байланыс үшін қолдануының нәтижесі. Бұл графиттің қабаттық құрылымдарын түзеді. Қабаттары құрылымның әлсіздігіне байланысты графит өте жұмсақ әрі тез сынатын материал. Графиттегі әр атомның қосымша электрондары қабаттар арасында бос күйде қозғалады. Өз орнын жоғалтқан бұл бос электрондар графиттің электр тоғын өткізуіне мүмкіндік береді. Алмаз жер бетіндегі ең қатты, жылтыр және қымбат материалдардың бірі. Алмаздағы көміртек атомдары сыртқы электрондарының төртеуінде тор құрылымындағы өзара коваленттік байланыс үшін қолданылады. Жұмсақ болады, және бос электрондар оларға электр тоғын өткізуге мүмкіндік береді. Қарапайым көміртектің табиғи әр алуандығы коваленттік байланыстың материал түрлері мен олардың қасиеттері үшін қаншалықты маңызды екенін көрсетеді.